Ассаламу алейкум. Бүгінгі сабақта мен сіздерге ауыспалы қосқышпен, яғни проходной выключательмен электр шамын үш жерден басқарып қосып көрсететін боламын. Ең әуелі электр схемасымен, яғни қосылу сұлбасымен бірінші сызып көрсетемін. Одан кейін жалғап көрсететін боламын. Мынау біздің ауыспалы ең әуелі қосқышымыз болса, бұл жерде қозғалмалы контактісі болады және екі шығатын контактісі болады. Яғни оны ең бірінші екі шетте тұратын бір ауыспалы қосқышымыз, яғни проходной выключательіміз. Бұда бұл жерде қозғалмайтын контакт болады. Бұл қозғалмайтын контакт, мына екі контакт бұл жерде қозғалып тұратын контакт деген. Бұны табу үшін біздер, яғни мультиметр қолданамыз. Мультиметрдің бір шубын мына жаққа қоятын боламыз. Мысалы, былай сызатын болсам, сызып. Яғни мультиметрдің бір шуб мұнда қоямыз. Екіншісін мына шубқа қоямыз. Одан кейін яғни мультиметр дыбыстық режимге қоямыз да тексереміз. Яғни бізде мына режимге қойған кезде, яғни мультиметр дыбыстық режимге қойған кезде, яғни бір шуп мұнда тұр, екінші мұнда тұр ғой. Бізде дыбыс беру керек. Одан кейін мультиметр мына шупын алып мұнда қойған кезде дыбыс бермеу керек, яғни дыбыс беру керек. Тек қана басқан кезде барып, мұнда ауысқан кезде, мына қозғалмалы контакт ауысқан кезде барып дыбыс беру керек. Яғни осылай табуға болады деген сөз. Оны көрсетіп кетемін. Яғни бізде ауыспалы қосқыштың яғни екі шетінде тұратын белгісі осылай көрсетіледі. Мұнда бізде міне үш контакт, бір контакт, мұнда екі контакт бар екен. Осы жерден біздер артында сұлбасы тұрады, яғни схемасы тұрған өзінде тексеріп алған дұрыс болады. Мультиметрді аламыз. Мультиметрді біз яғни мынандай дыбыс шығаратын режим бар, прозвонка дейді, соған қоямыз. Тегенде просто. Енді мультиметр міне бір шетін мына бір контакты қазір тауып алу керек, қозғалмайтын контактысын қараймыз былай. Былай қоямыз. Қоямыз да бүйтіп басып қараймыз. Ештеңе жоқ екен. Яғни екінші контактысын қойдым. Мына басып қарадым, дыбыс жоқ. Бар. Мынада дыбыс бар. Мынада дыбыс жоқ. Дыбыс жоқ. Мынада дыбыс бар. Яғни мына осы бізде қара шөп тұрған бізде қозғалмайтын контакт болып шықты. Мына екеуі, яғни қозғалмалы контакт. Осыдан жалғайтын боламыз. Одан кейін ортасында тұратын включательді, яғни проходной включатель, перекрестный включатель дейді, яғни екі жаққа кететін. Оның белгісі болады. Оның белгісі мына екі шетінде тұратын мынандай жоғары қарап тұратын болса, мына стрелка, ал ортасында тұратын перекрестный дейді. Ол мына вертикально тұрады, яғни перпендикулярно тұрады, екі жаққа қарап тұратын болады. Соған мән береміз. Ода бізде ортасында тұратында төрт контактісі болады. Яғни соны, яғни ол былай болады. Бізде контактісі былай болады. Яғни екеуі бірге қозғалады. Осылай болады. Оны тауып алу үшін енді алам. Міне осындай болып береді. Екі клавиш сияқты болып береді, бірақ олмен шатастырып алмау керек. Тек қана бетінде осындай бір қақпа ғана тұрады. Мына жерде белгісі бар, мында да менде белгі жоқ. Сондықтан да айтып жатырғаным. Тек оны артынан қарап тани аласыздар, мынандай схемасы бар, міне. 1, 2, 3, 4 деп тұр. Енді осының несін тауып алу керек бізге. Яғни мультиметрмен тауып аламыз. Ол үшін былай көрсетейін. Мультиметрді аламыз да. Тексерген кезде мына қақпағын алып тастап тексерген жақсы. Мына контакты былай тауып аламыз, одан кейін мынаны табатын боламыз қазір. Екеуін бір қалыпта қоямын. Одан кейін мына 3-ге қоямын. Одан 1-ге қоямын. 1-ге қоямын да басам. Мына контакт басам. Міне. Осылай тауып алсақ болады. Одан кейін міне былай істесек те шыңылдап тұр екен. Сондықтан да шатасып қалмау үшін шатасып қалмау үшін
ортасында тұратын мына проходной переключатель, яғни орта перекрестный деп аталады. Былай жалғаса болады. 1 мен 3-ке, 2 мен 4-ке. Яғни мынау бізде 1 мен 3, 2 мен 4. Осылай жалғасақ болады. Да, одан кейін бізде келесі үшінші бізде банағы мынау секілді включатель болады. То же самый проходной. И мына жерде тұрады. Енді қалай жалғанады? Мына жерде бізде бір шамымыз бар, электр шамымыз бар. И мына жерге ең бірінші жалғаған кезде екі шеттен де жалғасақ болады. Яғни фаз келіп тұратын сымны ең әуелі мына проходной включательдің ең бірінші несі береміз? Мына қозғалмайтын контактысына береміз. Яғни фаз сым былай беремін, қосамын. Мына жерде жалғайтын боламын. Мына жерде фаз болады, F деп қоямын. Одан кейін мынадан шығатын екі, яғни қозғалмалы контакттан шығатын екі контакты, мен оны мына банаға перекрестный включательге жалғайтын боламын. Осылай жалғаймын. Яғни мына жақтан келеді, мына жақтан келеді, мына жерде жалғанатын болады. Яғни мен бұны тарату қорапшаның ішінде жалғайтын боламын. Сонда бізде 1, 2, 3 контакт болады. Яғни мына включательден шығады да мынаған барады, мынасы мынаған барады. Одан кейін мынадан кірсе, енді мына екі контакттан шығу керек. Ол шығады да екінші, үшінші включательдің банағы несіне барады? Контактысына барады, қозғалмалы. Одан кейін бізде мынадан шығады да мына жалғанады. Одан кейін ең соңғы включатель боламыз. Бізде ол яғни лампочкаға баратын сымға жалғанады. Мына жерде жалғансақ дейік. Жалғанады. Одан кейін лампочкадан шыққан сым бізде ол 0-ге барады. Міне 0-ге барып 0-мен жалғанады. Сонда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 не шығу керек? Контакт шығу керек екен. Қателеспесем осылай. 7. Заземлен болса 8. Енді схемасын сызып көрсеттім. Енді тарату қорапшасында бана жалғап көрсететін боламын. Бізде тарату қорапшасында мынау келіп тұрған сым бізде фаз сым, яғни фазы электр щиттен келеді, немесе басқа тарату қорапшасынан келеді. Мысалы, мен айтайын, электр щиттен келіп тұрмын, фазы сым мен қоңыр деп аламын. Сары, жасыл сымда мен заземление болады, көк сым менде 0 болады. Мына сымдар менде, яғни электр шамнан келіп тұр. Бұл жерде қараған кезде үш жерден басқаратын болғандықтан, бұл жерде кабельдің несіне қараймыз, ішінде жылысына қараймыз, неше жылы, неше сым. Екі жаққа қоятынға бізде 3 жылы жеткілікті болады. Мысалы, бір кабель 3 жылы болса, ішінде ол жеткілікті. Ал ортасындағы сымға бізге 4 жылы керек екен, 4 жылы. Сондықтан да менде мына жер 4-ші жылға мынандай қосымша 1 жылдан жалғап қойдым. Бірақ неге мына жерде қана менде көрсету мақсатында. Сондықтан да мысалы электромонтаж жұмыс жүргізген кезде кабельді мынандай бөлек 1 жылы ретінде жүргізбейміз, ол дұрыс болып саналмайды. Немесе 5 жылдына саласыздар, немесе 3 жылды кабельді екі бөлек салатын боласыздар. Соған мән береміз. Видеода тұрды екен деп, солай көрсеттік екен деп жалғай салуға бола бермейді. Менде жалпы жалғау бағытын, принципін көрсетіп жатырмын. Мына жерде менде бана айтқандай ең бірінші мен включатель жалғап көрсетем, түсінікті болу үшін. Банағы бізде көрсеткенде схемада мына контакт менде қозғалмайтын контакт. Мына екі контакт менде яғни жылжымалы қозғалмалы контакт. Яғни мында кіріс, яғни шығыс болады. Мынаған ең бірінші мен фазы берем. Фазы мен қоңыр сым деп аламын. Мынаны жалғаймыз. Яғни мына контактқа жалғаймын. Мына жалғадым. Енді менде екі сымның біреуін сары емес көк сымды мен банаға екі контактқа жалғайтын боламын. Бір көк сымды мен банаға астына жалғайтын боламын. Яғни сары сымды мен екінші контактқа жалғайтын боламын.
Былай жалғадым. Мына клавиш менде дайын, яғни қосқыш печатель дайын. Енді ортасына былай бөліп алсақ болады. Егер де екі сымда түсі бірдей болып кететін болса, оны басын немесе аяғын изолентпен белгілеп қойса болады. Менде мына екі сым сары мен қоңырды былай бөлем, көк пен қоңырды бөлем. Яғни өзім шатаспас үшін. Мысалы, сары мен қоңырды былай бөлем, қоңыр мен көкті былай бөлем. Яғни мен мына қазір 1 мен 2-ге мына көк пен сарыны, яғни көк пен қоңыр жалғайтын боламын. Көкті мен 2-ге жалғаймын. Екінші сымға қоңырды 1-ге жалғаймын. Яғни жалғадым. Енді 3 пен 4-ге мен қоңыр жалғаймын. Үшке сарын жалғайтын боламын. Мен былай жалғадым. Яғни ортасы дайын болып қалды. Енді екінші жағына қозғалмайтын контактіге мен бірінші банағыдай мына контакты жалғайтын, қозғалмайтын контакт қоңыр сым жалғайтын. Жалғаймын және астына көк сымды жалғаймын. Яғни контактіге, қозғалмалы контактіге, тек шығатын контактіге. Одан кейін үстінен шығатын екінші қозғалмалы контактіге мен сарын жалғайтын боламын. Бізде үшінші қосқышымыз дайында болып қалды. Енді банағыдай, мына сым менде фазы, қоңыр сым фазы болады. Сондықтан мен фазы сымын ең әуелі мына включательді көрсеткендей қозғалмайтын контактісіне жіберемін. Фазы сымын. Банағыдай көрсеткен, мынаған жіберемін. Одан кейін мына екі шығатын контакты мен сары мен, яғни көк сымды мен мына ортадағы, яғни мынаған жіберетін боламын, яғни ортадағы включательге жалғайтын боламын. Яғни банағыдай көк пен көкті аламын, баратын жалғадым. Енді мына сары мен қоңырды жалғаймын. Жалғадық. Яғни мынадан шығатын включатель мынаған баратын екі сымды жалғадым. Енді мына екі сымды мен, яғни мынадан шыққан мына екеуін жалғадым. Енді мына екіден шығатын, яғни мен сымымды, сары мен қоңыр сымды мына включательге баратын екі сымына жалғаймын, яғни қозғалмалы контакт дейді соған. Яғни сары мен сарын алсам болады, осылай. Одан кейін
қоңыры мен көк сымды жалғайтын боламын. Мінекей. Мынаған баратын күлчәтіл жалғадым. Енді мынадан шығатын контактіден, қозғалмайтын контактіден, яғни мынадан шығатын контакты қоңыр сымды мен лампочканың қоңыр сымына жалғайтын боламын. Қоңыр сымына жалғадым. Енді бізде қалып тұрған қоңыр сымына жалғадым. Міне лампочканың түйін. Одан кейін лампочкадан шығатын нөлге келіп тұрған нөлге жалғайтын боламын. Яғни менде 0 көк сым. Яғни мінекей. Лампочкадегі көк сымды 0 сымын 0-ге, яғни лампочка баратын 0-ді келіп тұрған 0-ге жалғаймын. Мінекей. Одан кейін бізде электр шамына баратын, яғни сырты егерде металл болатын болса, оған келіп тұрған заземление сымын жалғайтын боламын. Егер жоқ болса, оны жалғамайсыздар. Мінекей. Тағы бір айтып түсіндіріп кетейін. Мінекей бізде фаза сымын ең әуелі мен мына включателдің бірінші, яғни сол жағынан бастап жалғадым. Оң жағынан да бастасам жалғаса да болады. Мен сол жағынан бастап жалғадым. Маған ыңғайлы болғандықтан, яғни фаза сымын ең әуелі мен контактіге жібердім. Мына включателдің, ол бізде мынау, мынаған. Одан кейін екі сымды мен мына включателден шыққан, мінекей сары мен көк екен, міне оны мен мына включателге баратын банағы жалғадым 1 мен 2-ге дегендей. Мінекей мына включателге жалғадым, мынадан шыққанды. Одан кейін мынадан шыққан екі сымды мен мынаға включателге баратын, яғни ауыспалы қосқыштың екі сымына жалғадым. Мінекей. Ол бізде мынау. Одан кейін мына сым бізде лампочкаға барады. Яғни мына сым қоңыр сымның, менде қоңыр, ол лампочкаға баратын қоңыр сымға жалғанды мына жерден көрсеттім. Одан кейін 0-ден шығатын көк сымды мен келіп тұрған 0-ге, яғни көк сымға жалғадым. Ол бізде мынау. Одан кейін жасыл сым, ол менде мына жерде көрсетілген жоқ. Яғни жалпы лампочканың мына жерде корпусына бар шығатын заземление сым болып жалғанады. Сонда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук не шығу керек? Түйін шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 түйін шықты. Енді қазір қосып көрсетейін. Қосып көрсетейін. Мына клавиш, бірінші клавиш басақ, бас жақты қосуы да болады. Мына қосамыз, өшіреміз, ортасынан да қосып өшіруге болады. Ортасынан қоссақ, мына шеттен өшіруге болады, жақсақ, мына шеттен де қосып өшіруге болады. Яғни бізде электр шамын 3 жерден осылай басқарса болады екен, яғни ауыспалы қосқыштар арқылы. Егер де видеоны соңына дейін көрсеңіздер, видео ролик ұнап жатырса, лайк басып пікір қалдырып кетеміз. Рахмет, сау болыңыздар.